ақындарым келіпсің, тілдерінен бал тамған жақындарым келіпсің, ертісе ділдесір бас қосқалау келіпсің, жүрген жері думандыр, сендер елге көріксің, шаршы топта төгілген сөздеріңді сағындым, көзге жылы көрінген өздеріңді сағындым, астананың еліммен қолыңды алып көріскен, сәлем осо жамбылдың. Жат алмадым тыншығып, сендер келді дегенде, бір отырдым бір шығып, елең қағып өлеңге, мұндайды бір жарыста, кім қозбайды намысқа, көтермеші боп келдім ақындарым қарышты. Жүйрік болар ма, шаршы төске сермемей, қыран болар ма, тас қияға өрлемей, жорға болар ма, төрт аяғы тайпалмай, батыр болар ма, жауды жеңіп қайтармай, ақын болар ма, арқа қызып ән салмай, жиылған көп қалайық сөзіне үйіп, тамсанбай атаған, атын жаттап балалар әлі күнге атаған, Кеншімбай мен Орынбай өлең жүрдің қорындай, біз солардың өрені көк дауылдай боратып сөз бастаңдар келелі. Жырға лайық елің бар, елге лайық елің бар, төрі толған түлікке ұланда байтақ жерің бар, көкорайлы белің бар, айдын шалқар көлің бар, жаз өрісі көк жайлау құс қонысы соның бар, осыларды жырлайтын ақындарым жөнің бар. Орынбай Шашубай сендер өзен басындай, ағытыңдар өлеңді жазғы нұрғы тасқындай, Нартайгенен Нұрлыбек Маясар қуат Жақсыбай өлең жүрді ау дүрілдет, сөздеріңнің күшінен жау жүрегі түршіксін, жырларыңды естіген досқым ардану бір шықсын Халық әртісі академик Асафьев қазақ әні жайында былай дейді: қазақтың ән әуездерінің тамаша бір қасиеті оның шын жүректен шыққан эмоционалдық сезімталдығы. Ağlım şalı
шіркін айы талаған иша. Сексен қыз серуенге шықса дағы, ішінде қарабасың шіркін айы қанған иша. Есілді өрлөй біткен шіркін айы талаған иша. Бір емес екі ай жеңген келіп отыр, рұқсат бізден сізге қарағымы барған иша. Жаландының қолдағаным кекелен кербес тақтың шіркін айы сылалаған кетті деп балыға диша естігеді де құшақтап шай жастықты дүние жылалаған О, қазақтың ғажайып саз дәуіні, мұң дәуіні мүлгіген қырларындай, ата жұртын аңсаған азаматтың талып жеткен құлаққа мұң зарындай. Густав Зелинский. әннен өрнек ай ән салсам қоңырғаздың әніне салып көтеріп көтеріп көңіл ай
серме ақау дейсің қоңыр қазмен шағибаз айтқанмен таусыдым айдай ей көңілім аз айтқанмен таусыдым айдай ей көңілім Жанна, қазақтың батыс өңірінен тамыр тартатын, шырқатып айтылатын, эпикалық дәстүр негізінде дамыған тегеурінді әндердің біздің заманымызға жетуіне зор еңбек сіңірген аяулы Ғарифолла Құрманғалиев еді. Ардақ ағайын, осыдан 40 жыл бұрын, яғни 1981 жылы жазылып алынған Ғарифолла Құрманғалиевтің дауысын тыңдап, бейнесін көрейік. Экранға назар салайық. Қазір сахнаға Мұхит, Ғарифолла сияқты ұлылардың алтын арқау жолын жалғаған өнерпаз, әнші, ұстаз, мәдениет қайраткері Рысты Сүлейменованы шақырамыз. Ақ жайық.
қазақ халқының бойынан біз поэзия мен музыканың егіз болғанын көреміз. Қазақ қауымы адамның ақын әрі музыкант боп туатындығының ғажайып дәлелі болып отыр. 19 ғасырдың атақты тарихшысы, мемлекет қайраткері Алексей Левшин. Шексіз жатқан жүрмін-ау, сүйеп келіп жатасың, бойыңдағы барыңдау, үйеп беріп жатасың. Тынбай кесем даламның, атырамын ақ бұлақ, тұнығыңа ойымды батырамын ақ бұлақ. Сенің келіп жағаңнан, анам талай су алған, сенің келіп жағаңнан, әкем атын суарған. Айналайын ақ бұлақ, қазір салғам жағаңда, сенен артық өлгені бұл әлемнен табам ба. Айналайын ақ бұлақ, қазір салғам жағаңда, сенен артық өлгені бұл әлемнен табам ба. Ақ бұлақ! Түсі дау, сізі дойласам сарруау, емай. Өзімнің тұсымдағың шолпаным мен жатпенен, кеттің жырақ не қылау. Дегенге перуайым толқимен дидарымды көргін сау енай. Өзіңмен қосыладым айо, армандамын аман бол, қайда
жүрсең қал қатау Әдитім әй әдитім әй әдитім әй Шексіз байлық асыл мұрамыз жайында Ромен Ролан былай толғайды. Қазақтың жігерге толы халық музыкасын ешкімге, ештеңеге ұқсамайтын ерекше тартымдылығы сондай. Қазақ әнін тыңдағанда күллі дала көз алдынан өткендей болады. Айдап салдым жалақамды ақ қауданға яқау Жабағарықтай семіз көп салғанға сәулем бай Қуанғаннан жүрегім оттай жанар қақау Ақ білегін сабалып қой салғанға сәулем бай Екі ғана жирен ай өкші мана тиген ай Оймақ ауыз күлімі көз ғашық жардың сүйген ай Сары белден сарағайып таң атады ақау Ақ құбаша бидайым күн батады сәулем ай Ұзақтанға ер жігіт қайтып шыдар ақау Сармайдай толақсып қыр жатқанда сәулем ай Екі ғана жирен ай өкші мана тиген ай Оймақ ауыз күлімі көз ғашық жардың сүйген ай Екі ғана жирен ай өкші мана тиген ай Оймақ ауыз күлімі көз ғашық жардың сүйген ай Ел аузындағы естеліктерде Біржан Сал, Сегіз сері, Естай мен Мәдидің дауысы қоңыр болған деседі. Яғни музыка тілімен айтсақ, баритон болған. Сол ұлы аталарымыздың Қали, Қайрат Байбосынов жалғаған қоңыр дауыс иесі жас әнші Өзгеріс Шерікбайұлын сахна төріне шақырамыз. Өзгерістің орындауында халық әні 25-ті қабыл алыңыздар. Қайтып келмес ай жастықтың ай ей ойлағанымен шіркін ай қолға беремес тозып ай суалды ғой ай тамыр біткен ай үміт жоқ ай үй жас күніңде шіркін ай ойлағанымен шіркін ай келмес маған
екен ай көңілің ай үй жаманы жарға дүние ай тола мекен тұйғын деп ай ұстағаным ай қарғашықтың ай қарғаған ай ей пенде ғашық шіркін ай бола мекен қайта айналып шіркін ай келмес маған
Жетісу ән мектебінің негізін салушылардың бірі соңына алуан түрлі, әуені ырғақты, сұлу нақышты, 100-ге жуық ән қалдырған әнші композитор Кенен Әзірбаев. Қазір біздің заманымызға жеткен Кенекеңнің өз дауысын естейік. Назарымыз экранда болсын. Кенен әндерінің үлкен насихатшысы Бейбіт Мұсаевтың орындауында Кененнің әні «Бастауды» қабыл алыңыздар. Бас дөлең, құлақ дөлең, мұрын дөлең, бір ақын өлсе талай қырыл дөлең, оқу бен. Осындай әділ заман бағаланды ой, арманда кеткен екен бұрын өлең, оқу бен. Алыққа саяз судан керек оңай ақынға, қара сөзден өлең оңай халқыңа. Адал қызмет етпесеңіз абырой, атақ шіркін келер оңай, оқу бен. Жай кезде анау дейміз, мынау дейміз, қиналып жанғысынса Құдай дейміз. Өмірге әкелетін, әкететін тағдырдың жазғанын ау қалай дейміз, оқу бен. Айтусай олда тар-тар жарығын ой, суатса олда тар-тар жарығына, оқу бен. Баласай кімнің текті, кімнің тегісіз, әйтеуір бір тартадай табығына, оқу бен. Алыққа саяз судан керек оңай ақынға, қара сөзден өлең оңай халқыңа. Адал қызмет етпесеңіз абырой, атақ шіркін келер оңай, оқу бен. Жай кезде анау дейміз, мынау дейміз, қиналып жанғысынса Құдай дейміз. Өмірге әкелетін, әкететін тағдырдың жазғанын ау қалай дейміз, оқу бен. Жай кезде анау дейміз, мынау дейміз, қиналып жанғысынса Құдай дейміз. Өмірге әкелетін, әкететін тағдырдың жазғанын ау қалай дейміз, оқу бен. Өзгеге көңілім таялысың, өлеңді қайтып қоялысың. Оны айтқанда толған еп, іштегі дерттай жоярсың. Сайрада жарыла қызыл тіл, қара көңілім қоянсын. Жыласын көзден жас ақсын,
омарабем боялы сен жыласың бізден жасақсың омарабем боялы сен әуелесің қалықтысың отшадың боп шарпысың жылай жырлай өлгендей арттағыға сөз қалысын жылай жырлай өлгендей арттағыға сөз қалысын сіздермен дидарласу десең көре сөйле десеңдер тамаш етіп жүйрікті ұзақ шапқан төселдіре астында қолда гармон бабындамын тастыда көз көрмейтін шағындамын еңбектеу бар өнерді салдым айлап Шынымды айтсам, ешқандай итальян ариясы маған дәл осы бір қарапайым да асқақ, әрі мұңды қазақ әніндей әсер етіп көрген жоқ. Николай Стрелмохов.
сайран гәку 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 гәгәгәй гәкуым ай гәку 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 гәкуым ай түрленіп 90 түрлен саламын жай тастап құлашымдай кең аламын түскенде седесіме еркек әкім қолпыртып осынау әнегай толғанамын гәку 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 гәгәгәй гәкуым ай гәку 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 гәкуым ай гәку гәгәгәй гәку гәгәгәй гәку гәку гәгәгәй гәку гәй гәку гәгәгәй гәку гәй гәку гәй гәгәгәгәгой гәгәгәй гәку гәй гәку гәй Қарғам-ау, сен қалайсың ау, менде кендің ау. Құриды-ау, ынтызарым үй қарғам-ай, сенде кендей. Аршын төс алма мойынна қарғам менің бал татыр сілекейің үйт қарғам шөлдегенде әләләләй Халалаку ай-яй Ой, әләләләләләләй Қаллы ай-яй Қарғам-ау, ақша жүзің айдан әппәқ аулыңнан шыға алмаймын үй қарғам-ай айналақтап-ай қасыңа-ау ешбір адам бара алмайдың көргендей ақ жүзіңді қарғам-ау тайғанақтап әләләләй қаләләку ай-яй ой әләләләләләй қаллы ай-яй Еліміздің шығысы мен солтүстігі орталық өңірлерін қамтитын арқа әншілік дәстүрі кең тыныстылығы мен әуен байлығы мен терең мазмұн күрделі құрылыммен ерекшеленеді. Дәл осы аймақтарда сал-серілер дәстүрі қалыптасып, ұлттық музыкамыз ұлы туындылармен толықты. Қазақ әнін бұрын соңды жетпеген биікке көтерген Біржан Сал, Ақан Сері, Естай, Жаяу Мұса, Иман Жүсіп,
Балуан Шолақ, Үкілі Ыбырай, Әсетпен Мәдидің аманатын Манарбек Ержанов, Жүсіпбек Елебеков, Мәдениет Ешекеев сынды майталмандар кейінгі ұрпаққа арқауын бұзбай тапсырды. Сондай ардақты жанның бірі өмірден ерте өткен Жәнібек Кәрменов еді. Жәнібек Кәрменов шырқаған Біржан Салдың әні айтпайды, дәстүрлі ән өнерінің хас жүйрігі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ерлан Рысқалидың орындауында тыңдап көрейік. Ерлан Рысқали. Базарың құтты болсын, ардақ телем, қоянды, көтөргөн думан делим ай. Қарқарал солау көкшім, жер шоқтығы, Сарыарқа, алтын ана асқар белім ай. Жер шоқтығым Көкшетау, Балғарырағай бақшабау, бауырыңы да бар 80 гүл, иісің жұпараңы қидау. Өткен көз жасыңдай, күміс көлең, май дескен, қоңыр салқын жібегі желім ай. Оқ жетпес Көкшетаудың мекендеген Атанып өскені жерім ай.
Жер шоқтығым көкшетау, балғарырағай бақша бау, бауырыңа да бар 80 гүл, исің жұпар аңы қида. Бауырыңа да бар 80 гүл, исің жұпар аңы қида. Мен қазақ әндерінің әсерлі сазына қайран қалдым. Иә, бұл адам жанын ләззатқа бөліп, рахатқа батыратын, жүректі қуанышқа толтыратын шын мәніндегі музыка. Эйхгорн. Қайдан таппақ бетім аяқ
бізге білінбей алма ағаштың гүліндей екеметтің түріндей өтіп дәурен бара жатыр сіз бен бізге білінбей Қадірлі ағайын, бүгін көнеден жеткен әсем ән тыңдап құлақ құрышын бір қандырғандай болдық. Тумысы текті, тұғыры биік, тамыры терең дәстүрлі музыкамызды бүгінге жалғап, аталар аманатын арқалап жүргені хас жүйріктеріміздің өнері өрге бассын. Қазақ көгін алуан сазға бөліп, ән күй бұлағын ағызған дәстүрлі өнеріміз ғасырдан ғасырға жалғассын. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.